Қаракесек Әлімнің кіші баласы ұланақ атасының бауырында болып, өз әкесі Әлімді мойындамай, атасы Қаракесектің баласымын деп өссе керек. Күндердің күнінде Қаракесек қайтыс болып, ұланақ қара шаңырақ иесі болып қалады. Былайғы жұрт бұл шаңырақты бұрынғы әдетпен Қаракесектің үйі деп атай береді. Бара-бара ұланақты да Қаракесек деп айтатын әдет қалыптасады. Ұланақтың Қаракесек аталу себебі осы еді дейді. Күні бүгінге дейін Әлім ішінде Әлімнің үлкені де Қаракесек, кішісі де Қаракесек деп айтылатын мәтел сөздің мәнісі осында болса керек. Келесі бір деректе кіші жүз Әлім, оның ішінде ақ кете, оның ішінде 5 естек болып келеді, сол 5 естек өз ішінде ақ қоян, түркімен, жаман, балта, сары деген аталарға бөлінеді. Ақ қоянның негізі естек, башқұрт. Түркіменнің негізі түркмен ет дейді. Бұл екеуінің әулеттеріне Ақтөбе мен Орскінің арасынан өріс беріледі. Ол жер күні бүгінге дейін Қосестек деп аталады. Ал жаманның негізі Ноғай. Балта мен сарының негізі орта жүз ішіндегі Қаракесек руынан ет дейді. Бұл үшеуіне Ойыл өзенінің алқабындағы Төсағаш деген қоныс тиеді. Олардың ұрпақтары күні бүгінге дейін Ойыл алқабында қоныс етеді. Орта жүз арғын, оның құрамындағы Қаракесек руының ішінде де балта, сар деп аталатын рулар бар. Кіші жүздің де, орта жүздің де ішіндегі балта мен сары аталары күні бүгінге дейін өзара қыз алыспайды. Орта жүздің шежіресі бойынша балтадан Итқара, Қараша, Қаратай, Толыбай, Қазкелді, Қазыбай, Мамырай, Қотыр, Жамбы туған. Кіші жүздің шежіресінде балтадан Жақып, Жүсіп, Қармыс, Қарамырза, Қарамерген, тағы берді, Тәңір берді туған. Бұл деректерге қарағанда балта батырдың бірнеше әйелі болған сияқты. Ол әйелдердің бір бөлігі бала шағасымен орта жүзде, келесі бір бөлігі бала шағасымен кіші жүзде өсіп өнген деп болжам жасауға болады. Қаракесектің ұраны Ақпан, таңбасы Нәл, Қазанқұлақ, Үшкіл. Кете туралы мәлімет 12 ғасырдың бас кезіндегі тарихи жазбаларда кездеседі. Кете қарақтайларға, қидандарға тәуелді 18 тайпаның ішінде болып, Қарахан әулеті билеген мемлекетке қарсы жасалған жорыққа қатысады. Ал 12 ғасырдың аяқ кезінде кете қарақтайлардың көпшілігін өзіне бағындырған Найман әкім бектерінің қол астына қараған деп жорамалдауға болады. Найман мемлекетін Шыңғыс хан әскерлері талқандағаннан кейін кетелер Моңғол мемлекетінің құрамына енген. Бертін келе кетелер қазақ халқының қалыптасу кезеңінде кіші жүздегі тайпалар одағына кірген. Кетенің шығу тегі жөнінде біреулер Массагет мұрагері десе, енді біреулер Найман әкім бектің, онан соң Моңғол мемлекетінің құрамына еніп, бертін келе кіші жүз тайпалар одағына кірген деп жобалайды. Енді бір деректе кетелерді Массагеттен тараған екі рудың бірі, екіншісі Бесене-Пешене деп қарастырады. Бесенелердің дұрысы Оғыз, Қыпшақ, Қаңлы, Қоңырат, тағы басқа да тайпалармен араласу нәтижесінде Печенек, кейінірек Құн, Қарақалпақ халқы пайда болса, кетелер қазақ арасында қалып, кіші жүз құрамына қосылады дейді шежіреші. Шежіре деректерінің бір нұсқасында Алшын, Алау, Қыдуыр, Кәдірқожа, одан Қаракесек туыпты дейді. Қаракесек ержеткенде әкесі Қыдырқожа өзімен бастас бір байдың Ханбибі деген қызына құда түседі. Бірақ Қаракесек ұрын бармай тұрғанда, Ханбибі оң жақта отырып, басқа біреуден екі қабат болып қалады. Оған қарамай, құдалардың сыйластығы мықты болғандықтан Ханбибіні Қаракесекке алып береді. Ханбибі келін болып түскен соң көп ұзамай бір ұл тауып, атын Байсары деп қояды. Ел ішінде атасыз туған Байсары деген сөз осы жағдайға орай айтылған дейді. Байсары 3 жасқа толғанда Ханбибі қайтыс болады. Жылым берген соң Ханбибінің әкесі марқұм қызымды ұятты күндерінде жерге қаратпап ет, құдамнан кіндік үзбеймін деп, кіші қызы Қағаз сұлуды Қаракесекке қалыңсыз ұзатыпты. Қағаз сұлу мен Қаракесектің арасынан Әлім мен Шөмен туады. Қаракесектің осы 3 ұлы Байсары, Әлім, Шөмен ержетеді. Сол кезде үлкені Байсарыға жетіру ішіндегі кердерден Кетебеке деген сұлуға құда түсіп алып береді. Байсары мен Кетебекеден бозанша Майлыбай батыр туады. Бұл бала жігіт болып ержетеді. Сол кездегі бір жаугершілікте Байсары мен Майлыбай батыр қалмақтармен арада болған соғыста мерт болады.
Содан жалғыз қалған бозанша өзі талап қылып үйленіп, әйелінен адам қожа деген бала көреді. Жаугершілік заман ғой, бірде елінен көз жазып қалған. Түбі байұлы Сәду деген бала бозаншаны паналап, оған өкіл бала болады. Уақыт өте келе былайғы жұрт адам қожа мен Сәдуді айырмай, екеуін де бозаншаның балалары деп атайтын болған. Шежірешілер Байсарыдан өрген ұрпақты Байсары кете деп атайды. Шежіреде бозанша ұрпағын былай таратады. Бозаншадан адам қожа, Сәду. Адам қожадан Сары, Қара, Қарадан ұрпақ жоқ. Сарыдан Асан, Жамбақты құлсын немесе құлыс. Сәдуден Сайдан немесе Сәбден. Одан Ожырай. Ожырайдан Мырза, Бейімбет. Бұлардан өрбіген ұрпақты Ожырай кете деп атайды. Шежіре тереңде Ожырай туған соң әкесі Сайдан қайтыс болады. Оның жесір қалған әйеліне, Ожырайдың анасына әмеңгерлік жолымен Сары үйленеді. Сары үйленген соң одан Асан мен Жамбақты туады. Бірде Сары жолаушылап келе жатып, көштен түсіп қалған баланы тауып алады. Оны үйіне алып келіп, асықты жілік ұстатып, өзіне бала етіп алады. Атын Құлсын деп қояды. Кейін келе Құлсыннан өрбіген ұрпақ Құлыс кете деп аталады. Байсары өлгенде Кетебике 2 қабат екен. Кешікпей ұл бала тауып, оның атын Тегін Болат қояды. Кетебикеге әмеңгерлік жолмен Әлім үйленеді. Кетебике Әлімнен бір ұл тауып, оның атын Тойғожа қояды. Кейін Тойғожаның өсіп өнген ұрпақтары Ақкете аталады. Жазмышта дауа жоқ қой, бір күні Әлімде қайтыс болып, тағы да әмеңгерлік жолмен Кетебикеге Шөмен үйленеді. Кетебике мен Шөменнің арасынан Түменқожа туады. Түменқожа ұрпағы Қаракете, Шөмен кете деп те атала береді. Шежіреде Сойырғас кетені былай таратады. Байсардан адам қожа, одан Сары, одан Асан. Одан Қарпық, одан Құдайназар, одан Сойырғас. Осы Сойырғастың өсіп өнген ұрпағы Сойырғас кете деп аталады. Міне, Кете тайпасы тағдыр тәлкегімен бірнеше рет тұрмыс құрған ұлы аналары Кетебикенің есіммен аталады. Кетенің ұраны Байсары, Майлыбай. Таңбасы Бағана, Айқыш. Шөмекей. Шөмекей көне түрік тайпасы. Қазақ шежіресі бойынша Әлімұлы бірлестігіне жатады. Одан Көнек, Тоқа, Аспан, Бозғұл аталары өрбіген. Жазба деректеріне қарағанда қазақ халқының негізін қалыптастыруға қатысқан ежелгі тайпалардың бірі. Аристов пен Грум Гүржімайлы шығыс жазбаларына сүйеніп, 6 ғасырда барлық пен Тянь-Шань аралығын мекен еткен Шу тайпаларының құрамындағы Чумугун деген байламға келген. Қытай жылнамасындағы дерек бойынша 654 жылы қытайлар Шу бойындағы Чумугун, Чумун тайпасына шабуыл жасап, 30 000 адамын өлтірген. Бұл тайпалар батыс түрік қағандығының құрамында еді. Ал 6-7 ғасырларда Чумугун Дулат бірлестігі үрбінің Юбан құрамындағы ел болғаны белгілі. Жданконың зерттеуінде Шөмекейдің тәңге тармағы Қарақалпақтың құрамында бар. Бұдан Анна, Құйын, Айтеке, Шеруші рулары тарайды. Шөмекейлер кеңес үкіметіне дейін Қазалы уезіндегі Сырдарияның төменгі ағысында 5646 түтін болған. Перовск уезінің солтүстік шығысында 610 түтін, Ырғыз уезінің шығыс жағындағы Кенжеғара, Тауып, Аманкөл болсын, Ақтөбе уезінің шығыс жағын мекен еткен. Соңғы зерттеулер Чумугун тайпасы 6-7 ғасырларда бұл тайпалар одағына кіргені мәлім. Алайда Шөмекей руының таңбасы да, ұраны да мұны дәлелдемейді. Таңба ұқсастығы Шөмекейлердің ертеден-ақ алшындар құрамына енгендігін дәлелдейді. Шөмекей дөйт, яғни Дәуіт Шөменнен тарайды. Дөйт тілсіз, мылқау болыпты. Ағалары атаусыз атсыз қалмасын деп, оның атын ұранға айналдырып жіберіпті. Шөмекейдің ұраны дөйт. Таңбасы Шүкіл, Нәл, Тостаған, Айқыш.